Өмір бар жерде өлім бар, ешкім мәңгілік емес. Мен сол осы жағдайды айтқым келіп отыр да. Мысалы, біреудің үйінде адам өледі. Оған жайылатын дастархан, оған шашылатын дүниелерді айтқым келіп отыр. Барасың, қаншама жерге барасың ғой енді. Ағайын туған бар, таныс бар деген сияқты. Барасың, иә? Мына жақта ана үйдегі өлімді көтере алмай ағайын, жаңағы әке шешесі болмаса жаңағы бауырынан айырылып жатқан адамдар жылап, еңіреп, жоқтап, ана жерде тіпті көтере алмай талып қалып жатады ғой. Ал тура сол кездің мына жағындағы параллельный болып жататын әңгіме не соямыз? Мысалы да, қашар сиыр сояқ десек жоқ. Мен жаңағы әкеме сиыр соймаймын, жылқы соям. Болмаса түйе соям деп, сол дүниенің нәрсесін талдап жатады да мына жағында. Ол қалай деймін да, ол жерде долли процент оның миында ел жұрттың айтатын әңгімесі кіріп жатыр да уже оған. Әкесіне түйе сойыпты, жылқы сойыпты деген да. Ол мына жақта адам қайғыдан қан жұтып жатыр, жылап жатыр, еңіреп жатыр. Мына жақта келіндер, жеңгелер, сол үйдің қызмет көрсетушілер дастархан жасап әлек болып жатыр да. Енді мен сол дастарханды айтқым келіп отыр. Дастарханды қатты кетіп бара жатқан жоқпыз ба негізі? Дастархан, ана дастарханға мына соқтарды, мына напитки дейді ғой, сондай бір соқ қойсаң, анау тойдан кем емес, ана дастарханның жаңағы үстіндегі нәрселер. Ой, фрукты, салат, бірдеңе, анау, мынау. Ол неге керегі бар? Мен осы нәрсеге құптамаймын. Мен өзім қанша неше жасынан бастап самостоятельно ойланып бастадым. Содан бері міне өліктерде, жасын оның 40-ында, 100-інде, жылында ондай үлкен кереметтей дастархан жайылғандығын құптамаймын өзім, жеке басым. Жеке пікірім. Адам өліп жатыр, иә? Адам өліп жатыр. Қайғыдан қан жұтып, жоқтап айтып жатыр. Үйіне енді қазақ болғаннан кейін, мұсылман болғаннан кейін ести сала барасың ғой көңіл айтуға. Барасың, мына бөлмеге жаңа көңіл айтып шығасың, жоқтап айтып отқан бөлмеге. Мына бөлмеге кіріңдер дейді, мысалы ар жағында залына, холына, басқа бөлмеге кіріңдер дейді. Сол жерде жаңағы тамақ тартылады да, мысалы, ет, жаңағы күріш, ботқа, енді әр өңірдің нелері әртүрлі ғой. Мен таңғаламын да. Сен қалай ана жақта жылап отыр адам? Ана жақта жылап отыр адам, еңіреп. Мына жақта қалай тамақ жеп отырасың? Мен өзім лично мен ондай жерлерде тамақ батпайды маған. Ал енді о жерде кірмей кетіп қалайын десең, көңіл айтып шығып кетіп қалайын десең, кір деп сол жерде қызмет көрсетіп жүрген адамдар кіргізеді ғой енді. Как будто кірмесең, соны ұжыммен бірге, мысалы ағайын туғанмен бірге кірген кезде бір менсінбегендей, сыйламағандай болып көрініп қаласың да біздің понятие бойынша. Содан кейін амал жоқ кіресің. Амал жоқ кіресің, отырасың, дастархан жайнатып қойған, ана жерде бір өзің бір ұяласың кәдімгідей, қысыласың ана жерде ішіп жеуге. Ана жақта жылап отқан дауысты естіп отырсың. Әр адам көңіл айтып кірген сайын жылап отыр енді ол жақта. Ұяласың кәдімгідей. Мына дастархан деген мәселені бір шамалы әр жерден үндеу айтып, бір қолға алып, кішкене тыймаймыз ба? Одан кейін оның 40 күндік асы, 100 күндік асы, жылдық асы берілген кезде, енді ол отбасы кішкене есін жинап неғып алғаннан кейін мүлде дастархан дегенді вообще жайнатып жібереді ғой кәдімгідей. Неше түрлі жаңа мен айтқандай фрукты, салат, анау, мынау бірдеңе керек емес сияқты меніңше. Меніңше керек емес сияқты. Садақа болу керек, дұрыс. Садақа болу керек. Ол бір ел жұрт айту үшін, басқа қылу үшін емес. Сол жерде халықтар келген кезде садақаңды беріп, бет сипап, дұға тілектерін тілеп, Құран оқып, сондай жағынан. Ол ана жаққа өлген адамға ол сенің кереметтей дастархан жайғандығың қажет жоқ. Оған баратын артынан Құран ғана тек, дұға тілек қана. Қанша жерге барасың, дастархан дегенді жайнатып жібереді. Мейлі той болса мейлі ғой, енді тойда шашыл дейді қазақ. Тойға енді нем жоқ, бірақ о жақта да сарапшылдық болып жатыр. Бірақ қазіргі мына темада өлік жайлы болып жатыр ғой. Дастархан дегенді керемет жаяды. Сосын мен тағы да бір нәрсеге жаным келеді. Мына адам өліп жатады, кіріп шығасың, көңіл айтасың, сосын бересің ғой жаңағыдай. Дәптерге жаздырасың ғой өзіңнің садақаңды. 50 мың теңге, 100 мың теңге, енді өзің ыңғайыңа әркім өзі әртүрлі береді ғой енді жақындығына қарай. Сонда мына негеше таңғаламын менше. Жаңа айтып отырмын ғой, өзі қиналып жатқан үй ғой, ана дәптерге қарайды да, әкелген суммаларына қарай қайтарады ғой. Мысалы, бірдеңе 50 мың әкелсе, мысалы оған кішкене кілем қайтарады да. 20 мың әкелсе, жаңа мынандай неде тұратын көрпе бар ғой, сондай қайтарады да. Енді қаншама куә болып жатырық қой, қанша жерге барып жатырмыз ғой, көріп жүрік қой. Көрпе қайтарады. Анаған тағы бірдеме қайтарады. Анау матамен бірдемемен келсе, жаңа 5 мың теңгемен келсе, анау жаңа мата анау мынау пакетпен қайтарады. Ол жерде, егер де енді ол деген енді ажиотаж болып жатқан үй ғой, енді ол біреу ұмытылып кетсе, егер бір нәрсе қайтарылмай,
бітті. Ол сол үйден шығып ренжіп маған ештеңе қайтармады. Осындай мен 50 мың бердім ғой, мен 100 мың бердім ғой деген сияқты қылады. Біз кішкене негізі ауытқып бара жатқан сияқтымыз негізі ше. Бұл нәрсені кішкене ойлану керек сияқты, ағайындар. Мен лично мысалы өзім ойлаймын, сен апарсаң 50 мың 100 мың өзің жақыныңа апарсаң мысалы да, сен соның үйдің жаңағы ол енді ойсырап қалды ғой, олардың бір орны ойсырап қалды. Мысалы әкесі қайтыс болса асыраушысыз қалды деген сияқты ғой. Енді бауыры қайтыс болса сондай бір жері бір не қылды деген сияқты, бір жақынынан айырылды деген сияқты. Көмек ретінде. Міне осы адамның міне ертең құрылатын, тұрғызылатын қорымы бар, одан кейін 40-ы бар, 100-і бар, жылы бар. Міне осындай біздің тарапымыздан жаңа қайғыңды бөлісуге келген адамдардың тарапынан біздің садақамыз сондайға жарат деп апару керек сияқты ғой негізі. Жоқ, сияқты емес, негізі солай ғой ол. Бірақ сол нәрсені біз кішкене басқаша ойлап жіберген сияқтымыз ше. Мына дүниенің жолында. Ана үйдегі жаңағы сойылып атқан жылқы, түйе, бірдеңе дегеннің барлығы ысырапшылдық. Адам өзі өліп қайғыдан қан жұтып атқан кезде мына жақта соның проблемасымен жүреді ғой. Я жылқы таппай атады, я түйе таппай атады. Мен айтам да, ол жерге сен мысалы бауырсақ пісіріледі, обязательно иіс шығарылады. Бауырсақты жай жіберіп, қазақтың талқан, сөк дейді ғой, жаңа тары, талқанын анау-мынауын қаймағын 3-4 жерге кесемен қойып жіберіп, жаңа қантын, сосын шайын берсе, соны ауыстеп бетін сипап кетсе дұрыс сияқты. Мен өлген жерде мысалы да, оны бір кереметтей гараматтай қылып жасамай. Сондықтан бұл нәрсені қолға алу керек сияқты. Мына байқасаңыздар енді мен тыңдап отырған адамдар өздеріңіз жаза кетіңіздер, өз өңірлеріңізде бұл нәрсе қалай жүреді. Бірақ менің өзімнің көріп жүрген өңірлерінде еще қараңыз, дәптерге жаздырады ғой. Дәптерге жаздырады мысалы, пәленше мынандай теңге. Сол өзінің ақшасы, өзіне жиналған жаңағы адамның ақшасы садақаға өзінің сол атқаруына жетпей қалатын жерлер бар ғой. Өткенде жаңа алған қарызға ертең қайтарам деп жылқы 500 мың, 600 мың мысалы да, анау бірдеңе дастархан 300 мың, 400 мың, анаған қайтарған кілемдер бар. Сөйтеді ақыр аяғында өзіне жетпей қалады. Сол біздің өлген адамымыздың артынан қалайша ауыр болмай ма ол нәрсе? Сондықтан мен айтып отқаным, ол нәрсе керек емес сияқты. Наоборот, ол үйде сол жазған дәптердегі ақша толықтай сақталып, оның біраз жеріне дейін бару керек қой ол үйге. Ол көмек қой, көмек қолы ол. Сондықтан осы нәрсені айтқым келіп отыр. Қатты кетіп бара жатырмыз, дастарханнан қатты кетіп бара жатырмыз. Мына молдалар да жүрген жерінде сол садақаға барған кезде осындай нәрселерді көптеп насихаттап айтып жүрсе, ондай қатты керемет қылмаңдар, қатты олай жаймаңдар деген сияқты жақсы болар еді.